Қайырлы күн достар, бүгін капкейки жасайтын боламыз сіздермен. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның арасындағы сөздерді жіберіп алмаңыздар. Және де өте қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Ал кеттік бастайық. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май және қант ұнтағы. Егерде қант ұнтағы болмаса, майда қант қоссаңыздар болады. Миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша екеуін араластырып аламыз. Осы майдың бетіне 2 жұмыртқаны кезек-кезек салып миксерлейтін боламыз. Біріншісін салғаннан кейін кішкене миксерлейміз. Одан кейін екінші жұмыртқаны саламыз және де шым-шым тұз салып жібереміз. Електен өткізіп, ұн және ұн қопсытқышта бірдене барлығын саламыз. Одан кейін миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы қоюланған массамыздың бетіне сүт құйып, миксермен жақсылап араластырып жібереміз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Силиконды лопатканың көмегімен шешесін жақсылап жинап алып, тағы да бір рет миксердің көмегімен 10 секундтай араластырып алатын боламыз. Өзіме ыңғайлы болсын деп, кремге арналған қапшыққа осылай массамызды салдым. Сіздер қасықтың көмегімен сала берсеңіздер болады. Арнайы капкейкиге арналған формаларға саламыз. Менде осы қатты формадан 12 дана шықты. Барлығын осылай біркелкі салып шығамыз. Видеодағыдай тура осы көлемде салсаңыздар жеткілікті. 170 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Алдын ала міндетті түрде пештеріңіз қызу болу керек. Ортасын қалай ою керек екенін көрсетемін. Бұл ішіне начинка құю үшін мен тек осы кремге арналған насадкамен ойдым. Менде арнайы оны оятын жоқ, сондықтан осы насадкамен жасап жатырмын. Капкейктарыңыз пісіп шыққаннан кейін кремді дайындайтын боламыз. Креміне менде творожный сыр және де қант ұнтағын біркелкі етіп, екеуін жақсылап араластырамыз. Одан кейін кілегейімізді құямыз. Кілегей міндетті түрде 33 немесе 35% болуы тиіс. Біркелкі крем болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді начинкасын салатын боламыз. Начинкасында менде вареная сгущенка. Жидектерден жасалған джем салсаңыздар да болады. Менде балаларым көп ұната бермегендіктен жидектермен жасалған джемді осындай дайын варенканы сала салдым. Барлығына бірдей салып шығамыз. Енді бетіне кремін 333 номерлі насадканы пайдаланып, осылай кремін жақтым. Беттерін әсемдеу үшін мен малина қойып шықтым. Негізі клубника қойған өте әдемі, әсемірек көрінеді. Одан кейін бетіне егерде жидектеріңіз болмаса, жай ғана конфеты сәндеу үшін түрлі түсті конфеттер неше түрлі қоя берсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Сіздерге бірденен ортасын кесіп көрсетейін дедім. Негізі бір күн немесе 3-4 сағат холодильникке қойып қойсаңыздар, кремі ішіне сіңіп, өте жақсы болатын болады. Ортасы міне, міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сау болыңыздар.